Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мәтінді есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. Мәтінді есептерді шығаруда мынандай алгоритмға сүйенеміз. Алдымен есептің берілгенін оқып аласыңдар дұрыстап. Не туралы берілген, нені табу керектігін соны оқып аласыздар. Одан кейін айнымалы енгізесіздер. Айнымалы енгізесіздер. Бізде бір жасырылып тұрған қандайда бір санымызды әріп ретінде белгілейсіздер. Одан кейін сол айнымалыға байланысты және мәтінге байланысты санды өрнек құрастырасыздар. Теңдеу немесе теңсіздікті. Пайда болған теңсіздікті сосын шығарасыздар. Шығарғаннан кейін есептің жауабын жазасыздар. Енді осы алгоритмға сүйене отырып, мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал бізде былай дейді. Атасы мен Әрсеннің жастарының қосындысы 78-ге тең. Егер Әрсеннің жасы атасының жасынан 5 есе кіші болса, онда Әрсеннің жасы нешеде? Жақсы, есепті шығарайық. Шешуі. Біз атасының жасын x деп алайық. Ал Әрсеннің жасын y деп алайық. Енді осы x және y-ге қатысты біз санды өрнектер құрастырайық. Бірінші сөйлем айтады, бізде олардың екеуінің жастарының қосындысы 78-ге тең. Яғни бізде мұнда егер атасының жасы x-қа, ал Әрсеннің жасы y-ға тең болса, онда екеуінің қосындысы бізде 78-ге тең. Біз бірінші санды өрнекті алдық. X қосылған y тең 78-ге. Енді екінші сөйлемде бізде былай дейді. Әрсеннің жасы атасының жасынан 5 есе кіші дейді. Әрсеннің жасы атасының жасынан 5 есе кіші. Яғни Әрсеннің жасын 5-ке көбейткен кезде ол атасының жасына тең болады. Сонда бізде 5y ол тең x-қа. Енді осы теңдеулер жүйесін шығару керекпіз. Қараңыздар. Мына жердегі x-тің орнына біз мына жердегі x-ті қоямыз. Мына жердегі x-іміз бізде тең 5y-қа. Яғни мына x-тің орнына біз қоямыз мына 5y-ті қойып. Сонда 5y қосылған y тең 78. Теңдеу пайда болды, осы теңдеуді шығарайық. 5y қосылған y болады бізде 6y, ол тең 78-ге. Y тең 78-ді бөлеміз 6. Ол тең бізде болады 13. Сонда y-іміз тең екен 13-ке. Жақсы, енді ескерсек, y дегеніміз не екен? Y дегеніміз ол бізде бастапқыда алғанымыз ол Әрсеннің жасы. Ал бізде есепте сұралып тұр, Әрсеннің жасы нешеде деп, яғни біз оны таптық. Сонда Әрсеннің жасы 13 екен. Жауабы 13. Есеп аяқталды. Келесі мысал. Бізде былай дейді. Қала маңы электропойызының бір вагонында екіншісіне қарағанда 2 есе көп жолаушы болды. Бірінші вагоннан 6 адам шығып,
екінші вагонға 9 адам кіргенде, екі вагондағы жолаушылар саны бірдей болды. Бастапқыда әр вагонда қанша жолаушыдан болғанын тап дейді. Жақсы. Алдымен есептің берілгені байланысты шартын құрастырайық. Біз бірінші вагонды рим цифрымен белгілейік. Бірінші В деп қойық. Екінші вагонды рим цифрымен 2 деп белгілеп, қасына В деп қойық. Яғни мынау бірінші вагон, ал мынау екінші вагон. Енді бізде айтады былай. Бір вагонда екіншіге қарағанда 2 есе көп. Яғни мына бірінші вагондағы адамдар саны екіншісінен 2 есе көп дейді. Кәне жазып қойық. Бізде біріншісі екіншісінен 2 есе көп. Жақсы, бұл бізде бірінші жағдай. Сосын айтады. Екінші жағдайда бізде айтады. Бірінші вагоннан 6 адам шығып кетті. Яғни минус 6 адам. Ал екінші вагонға 9 адам кірген кезде екеуі теңесті дейді. Бірінші адамнан 6 адам шығып кеткен кезде, екінші вагонға 9 адам кірген кезде, вагондағы адамдар саны тең болды дейді. Жақсы, енді айнымалы енгізейік. Қараңыздар, біріншісі бізде екіншісінен 2 есе көп. Сонда бізде біріншісі 2-ге көбейткен кезде, ол екіншісіне тең болады деген сөз. Біз екінші вагондағы адамдар санын x деп алайық. Онда бірінші вагондағы адамдар саны болады бізде 2x, яғни 2-ге көбейтеміз. Енді екіншіде бізде айтады. Бірінші вагоннан 6 адам шығып кетті, яғни азайтамыз 6-ны. Ал екінші вагонға 9 адам кірді, яғни қосамыз 9-ды. Осылай болған кезде екі вагондағы адамдар саны тең болды дейді. Соны жазайық. Сонда 2x алынған 6 тең x қосылған 9-ға. Біз теңдеуді құрдық. Енді осы теңдеуді шығарамыз. X-тарды сол жаққа жинастырайық, ал сандарды оң жаққа жинастырайық. Сонда 2x алынған x тең болады 9 қосылған 6. 2x-тан x азайтқан кезде қалады 1x, ол тең 15-ке. Біз теңдеуді шығардық. Енді еске түсірейік. Бізден не сұралған? Бастапқыда әр вагонда қанша жолаушыдан болған? Біз x деп бастапқыда екінші вагондағы адамдар санын алдық. Екінші вагондағы адамдар саны сонда 15-ке тең екен. Ал бірінші вагондағы адамдар саны екіншіден 2 есе көп. Онда ол 36-ға тең, 30-ға тең. Сонда жауабы бірінші вагондағы адамдар саны 30 адам, екінші вагондағы адамдар саны 15. Есеп аяқталды.